Сізден біреу сұрауы мүмкін. Сен намазды сүннет бойынша оқып жүрсің бе, әлде мазхаб бойынша оқып жүрсің бе деп ше. Біздің мазхаб, ханафи мазхабы, ол сүннетке негізделген. Мәселен, неге біз қолымызды былай көтереміз? Салафи бауырларымыз былай көтереді, неге біз былай көтереміз? Оған дәлел қандай деген кезде? Қараңыздар, Абду-Джаббар ибн Уайл радиаллаху анху әкесінен мына хадисті риуаят етеді. Әкем Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай такбир келтірген кезде екі қолын бас бармағы мына құлақ тұсына келетіндей етіп көтерген дейді. Бұл хадисті имам Насаи жеткізген. Екіншісі, бәріміз жақсы көретін имам Бухари. Имам Бухаридің Қурратул Айнайн деген кітап бар. Сол кітабында сахаба Барра радиаллаху анху былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам такбир айтқанда қолын құлақ тұсына дейін көтеретін. Пожалуйста. Және соңғы үшінші хадис, имам Хакимді білесіздер, иә? Имам Хакимнің Мустадрагында жеткен хадис бойынша Анас ибн Малик радиаллаху анху былай дейді. Мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам такбир келтіргенде екі бас бармағын құлақ тұсына көтергенін көрдім дейді. Және бұл хадис Бухари мен Муслим хадис қабылдау шарттарына сай сахих жолмен келген. Түсінікті? Сіз, құрметті ағайын, намазды пайғамбар оқығандай оқып жүрсіз. Біреулердің күмәндарына іліне бермеңіздер. Түсінікті? Тамам? Тамам.